Этот мост – самый безумный инженерный проект Китая. По всем законам физики его невозможно было построить. Он парит над пропастью глубиной 200 метров. В этом ущелье настолько сильный ветер, что он буквально сдувал краны. Вот только китайцы построили этот мост Шуанбао за 1 год. Его протяженность как 12 футбольных полей, а весит он 60 тысяч тонн. Это как 9 Эйфелевых башен. Қазіргі білімді ақымақтардан көрі, білімсіз ақылды ата-бабаларымыз мықты болған ау. Әдем айтылған аға. Маған осы ойымда тұрады. Білім алмаған менің ата-бабаларым қандай ақылды. Ал біз білім алдық, бірақ ондай ақыл бізде жоқ. Биздики, Қырғызстан кімдікі? Қырғызстан кімдікі? Ошу биздики деген өз үшін өнік бейткен. Қачан біз Қырғызстан менікі дегенді ғана өнік өткен. Біз, демек, біз өзіміз айтып отырмыз, балдарға да биздики де үйретіп отырмыз. Қырғызстан, мынаки, азыр мен мисал үшін мына микрофонды сындырып қойсам, ешкімден еш атышпайды. Анткени бұл биздики да. The only combat medic on the team discusses Andre Grine from Champaign, Illinois. Атырау батыстағы бас қала, мұнайлы Астана көшесінде кейбір бұзығы бар, бірақ неше түрлі қызығы бар ерекше қала. Ерекше дейтінім, Атыраудан Еуропаға баяу барасың, ешқандай ұшақсыз, пойызсыз, бір ғана көпірмен жаяу барасың. Бизнеске дамуға бағыт береді, қайықтың жағасында шабыт келеді. Атырау мұнайымен абырой жинады.